тұрған кезде кредитпен бекер жапқансың. Неге? Өйткені сол кезде бізге хабарласқаныңда біз жаңа Евразийский банктегі шотыңдағы бүкіл аресттерді шешкізіп, немесе шешпеген күннің өзінде айлығынан 50% ұстап тұратын қылып істеп беретін едік. Олардың 100% ұстау әрекеті заңсыз болатын. Ал сіз бардыңызда амал жоқ, Береке банкке кредитке кірдіңіз тағы да. 5 миллион қалып тұрсыз ғой, примерно, иә? 5 миллионнан артық алып тұрсыз. Көрдіңіз ба? 5 миллион. Неше миллион алдыңыз қолыңызға негізі? Ол кезде Береке банктен 5 миллион. 5 миллион алдыңыз. Сосын осы кредитті жаптыңыз. Көрдіңіз ба? Бәрібір қарыздан құтылған жоқсыз. Евразийский банктің аресі шешілген жоқ әлі. Береке банктікі де сол күйі тұр. Түсіндіңіз ба? Дер кезінде хабарласу керек еді. Алмай тұр. Келесі жолы жалпы жан жақта ағайын туған туысқан осындай бір әрекет жасайын деп жатса айтасың ғой, кредитпен жаппау керек. Және сот орындаушыда тұрып, егер істе айлықтан, пенсиядан 100% ұстап жатса, олардікі заңсыз. Бірден әділет департаменті деген бар, соған шағым жазу керек. Ал егерде банктер артық ұстап жатса, қаржыны реттеу агенттігі деген бар, соған шағымдану керек еді. Сол кезде қазір осы кезде 50% айлығыңыздан ұстап жүре беретін еді. Мына кредитке ұрынбайтын едіңіз. Көрдіңіз ба? Енді мен не істеймін? Енді қазір мен соның бәрін айтып сізге түсіндіремін, не істеу керек екенін ендігі жағдайда. Біріншіден біздің жағдайда енді банкроттық келмейді, қалған ненің барлығын сізге кеңесте түсіндіремін қазір.